Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Ару өзінің балалық шағын терең күрсініп еске алады. Өйткені аруда айтарлықтай бақытты балалық шағы да болған жоқ. Кішкентай кезінен көрген қорлығы аруды ерте есейтіп жібергендей. Ару кішкентай кезінен әлжуаз, аурушаң болып өсті. Онысымен қоса 7 жас шамасында аруды сиыр теуіп кетіп, қорыққанынан кекештеніп сөйлейтін болып қалды. Енді ғана мектеп табалдырығын аттаған ару үшін бұл өте ауыр соққы еді. Себебі мектепке барып, білім алып, дос табамын деген арманы су сепкендей болды. Бірге оқитын сыныптастары аруды көп мазақтайтын. Оны кекеш деп келеке етіп отыратын. Енді ғана өмірдің жаңа баспалдағына көтерілген аруға оңай болған жоқ. Күнделікті қайталанатын осы жағдай аруды мүлдем басып тастады. Ешкімге қосылмай, томсырайып тұйықталып, тек өзі ғана жүретін еді. Не досы жоқ, өзі ғана жалғыздықпен жабырқап өскен арудың күні осылай өте берді. Айлар өтіп, артынан жылдар келе берді. Арудың 8-ші сыныптан бастап денсаулығында тағы да өзгерістер пайда болды. Бұл жолы ару гормон дәрілерін қабылдай бастады. Онысы аруды толдырып жіберді. Енді ғана бой түзеп келе жатқан ару сыныптас ұл қыздардың ендігі толық, семіз деген сөздерін естіп одан сайын тұйықталып кетті. Өзімен өзі ешкімге қосылмай тағы жүрді. Уақытта тоқтамастан сырғып барады. Кеше ғана кішкентай қыз өзінің қалай есейіп кеткенін де байқамай қалды. 9-шы сынып кезінде арудың сыныбына Айман, Шолпан есімді егіз қыздар келді. Келген егіз қыздар қарапайым қыздар. Оларды да сыныптастары жақтырмай, өздерінің қатарына қоспады. Бірақ бұл жағдай ару үшін оңынан шешілді. Өткені келген егіз қыздармен ару құрбы болды. Неше жылғы арманы орындалып, құрбы тапқан арудың қуанышында шек жоқ. Міне, солай мектептің қызығы мен шыжығы қатармен жүріп, 11-ші сыныпқа қалай аяқ басқанын да білмей қалды. Бұл уақытта сыныптастары есейіп, бұрынғы ара қатынас шамалы жақсарған кезі. Аруда бой түзеп қалған. Нұрбек есімді жігітпен сөйлесіп жүрген. 8-ші наурыз күні сыныптастар ұйымдасып отырыс өткізбекші болды. Барлығы дерлік баратын болып келісті. Арудың да барғысы келіп еді. Әкесін тастап кете алмады. Өткені әкесі сол күні мас болып келді. Ал анасы мен інісі төркіндеп кеткен. Амал жоқтан қатарынан қалып бармайтын болып шешті. Кеш батып, дала қараңғы болып қалған кез. Ару сыныптастарына қосыла алмай үйде отырған. Кенет әкесі қызының бөлмесіне кіріп келді. Өзі өлер деймас. Келгеннен аруға сөйлей бастады. Басында не айтып жатқанын түсінбеген ару сосын аңғарды. Әкесі аруға қызы емес, құдды бір басқа қызға сөйлегендей әңгіме айтып отыр екен. Әкесі болғанға ару қаншама рет есіңізді жиыңыз әке десе де, еш есі кірер емес. Мастықпен айтып отырған болар, қояр деп ойлады. Бірақ әкесі енді сөзін қойып, қызына тиісе бастады. Мұндайды күтпеген ару қорыққаннан мас әкесін итеріп, жүгіріп далаға қашып шықты. Жүрегі дүрсілдеп, ентігін баса алмай далада біраз тұрды. Ойының бәрі жан-жақта. Әкесіне ашулы болып тұрды. Мұнысы несі? Не істегелі жатыр? Қу арақтың кесірі деп бір жағынан сыбап алса, екінші жағынан соны қашан қояр екен. Ішпесе тіпті жақсы деп әкесін ақтап алып тұрды. Бірақ сол мезетте үйге қайта кіруге құлқы болмады.
бір жағынан қорқып та тұр. Не керек есіне Нұрбек түсіп, телефон номерін тере бастады. Ол да күтіп отырғандай тұтқаны дереу көтере қойды. Екеуі біраз сөйлесіп, Нұрбек Аруға келетін болып шешті. Нұрбек қалада тұратын. Ару қалаға жақын маңдағы ауылда тұратын. Ол келгенше біраз уақыт керек. Сыртта тұра бермесі анық. Өзі әзірге сыныптастарының отырысына келді. Сыныптастарымен сағатқа жуық отырғаны сол. Нұрбек келіп тұрмын деп хабарласты. Сыртқа шығып, екеуі сөйлесіп, кенет Нұрбек, жүрсеңші қалаға қыдырып қайтайық. Отырыстарың біткенше келіп қаламыз деді. Ойланып қалған Ару, барсақ барайық, уақытында алып келсең болды деп келісті. Келіскеннің бір жағы, әкесіне ашуы тарқамай, ерегісіп жасаған іс еді. Содан екеуі қалаға қарай шығып кетті. Арудың әлі де есінен әкесінің қылықтары кетер емес. Арудың ішін жегідей жеп барады. Өз әкем маған қиянат жасамақшы болды. Аяғы немен бітер еді. Үйден қашып шыққаным дұрыс болды деп, өз ойымен өзі әлек. Кенет Нұрбектің тамақтанып алайық деген сөзі ойын бөліп жіберді. Басын изеген Аруды Нұрбек бір кішкене сыраханаға келді. Бірінші тамақтанып, артынан Нұрбек сыра ішіп алды. Аруға ұсынған еді. Ашумен ол да сыраны ішіп отырды. Бұл Арудың алғаш сыра ішуі еді. Бұрын соңды ішпеген қыз масайып қалды. Есінің бәрін білгенімен денесі босаңсып отыра берді. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Бір қарағанда сағат тілі түнгі 3 болыпты. Қатты кеш болып кетті деп ойлаған Ару, Нұрбекке үйіне апарып салуын өтінді. Жарайды деп, екеуі сыраханадан шығып машинеге қарай жүрді. Екеуі де масаң күйде. Машинеге отырғаны сол, Нұрбек бір сезімге беріліп, Аруға тиісе бастады. Ару қарсы болды. Бірақ Нұрбек қарсыласқанына тіпті қарамады. Арудың сырадан кейін аяқ қолы әлсіреп, Нұрбекке шамасы жетпеді. Сонымен арпалысамын деп шаршап та қалды. Соқпақтай жігіт өз дегеніне жетпесе, көңілі жай таппайтыны анық. Ақыры өз ойындағысын іске асырды. Одан арғысы Арудың есінде жоқ, ұйықтап кетті. Көзіне жарық түсіп жатқаны сол, Ару оянып кетіп, сағатына қарады. Сағат таңғы 6-дан кеткен. Енді ғана бозарып таң атып келе жатыр. Дереу есін жиып, Нұрбекті оятып, ештеңе деместен ауылына апарып тастауын өтінді. Нұрбекте үн жоқ. Аруды ауылына апарып тастаған күйі қайта қалаға қайтты. Сол кеткеннен мол кетті. Не себепті екені белгісіз. Бірнеше ай өтсе де, еш хабарласпады. Ару да Нұрбекті іздемеді. Бұл уақытта Ару 11-ші сыныпты бітіріп, оқуға дайындалып жүрген. Бағы жанып, грантқа, медколледжге оқуға түсті. Енді Ару болашақ медбике. Жаңа орта, жаңа таныстық. Бұл уақыт Ару үшін қызығы мол кездер болатын. 1-ші курсты аман-есен бітіріп, 2-ші курсқа аяқ басты. Ол кезде ВКонтакте желісінің шарықтап тұрған кезі. Ару да сол желіде Жалғас деген жігітпен танысты. Жалғас Арудың қаласынан екен. Бір қаладан болғанға ма, жақын тартты. Екеуі телефон номермен алмасып, күнде сөйлесетін. 2019 жылы алғаш рет екеуі қалада кездесті. Күнде сөйлесіп жүргенге, Ару Жалғасты көргенде, ескі танысын көргендей болды. Қатты жақын тартқаны соншалық. Бірақ Жалғасты бір көргеннен ұнатып та қалған. Жалғастың да ұнатқаны көзінен көрініп ақтыр.
бір-бірінен көздерін алмай қарайды. Екеуі ұзақ әңгіме дүкен құрып, серуендеп, түнгі қаланы аралады. Ертесіне Ару жұмыстарымен өз ауылына жол тартып кетті. Жалғаста Аруды ұнатқаны соншалықты, Арудың ізімен сол ауылға туысқанының үйіне қонақ болып келді. Күнде кешкісін кездесіп, сөйлесіп жүретін. Әңгімесі жарасып, күнде бір-бірін көрмесе тұра алмастай халге жетті. Сезімдері махаббатқа ұласты. Бірақ бұл махаббат тағы да көпке созылмады. Сезімін білдіріп жақсы көретінін айтып жүрген Жалғас 2 айдан кейін үшті-күйлі жоқ болды. Ешқандай хат хабар болмады. Бұл кезде Ару оқуына кеткен. Бұл жағдай Аруға қатты соққы еді. Оқуға деген еш зауқы болмай, онысы да жайына қалды. Жауапсыз махаббаттан қатты қиналды. Күндіз түні тек Жалғасты ойлап, жылаумен күні өтіп жатты. Өйткені Ару Жалғасты қатты сүйіп қалған. Болашағын Жалғаспен елестетіп отыратын. Бірақ қанша қиналса да, қайтып келген Жалғас жоқ. 1 ай оқудан қалған Ару амал жоқ қайта есін жиып оқуына барды. Бұл кезде карантин басталып жатқан. Оқулары қашықтықтан оқуға ауысып, қайта ауылына қайтты. Солай жүріп 2-ші курсты де аяқтады. Біраз уақыт ауылында болған Ару, ауылда жай жатқанша жұмыспен айналысқысы келді. Қасына құрбысын ертіп, қалаға барып бір кафеге даяшы болып жұмысқа тұрды. Екеуі бір пәтерде жұмыс жасап жүрген. Істеп жатқандарына біраз айдың жүзі болды. Бір күні өздері оқитын қалаға құрбысы жұмыстарымен бармақшы болды. Ару құрбысын қимай шығарып салып, үйіне қарай қоғамдық көлікке отырды. Отырғаны сол, көзіне жарқ етіп, өзіне таныс адамды байқады. Иә, бұл Жалғас еді. Сүйемін, жақсы көремін деп жоқ болып кеткен Жалғас. Қаншама күнді ұйқысыз өткізіп, хабарласып қалар деп күткен Жалғас еді. Ару бірденен жүгіріп барып, қайда жүрсің? Неге хабарсыз кеттің деп айтқысы келді. Бірақ қоғамдық көлікте адам көп болған соң, қасына бара алған жоқ. Тұрған орнынан қимылдай алмай қалды. Құдды аяғына тас байланып қалғандай. Не керек жолда Жалғас түсіп қалып, ойындағы сұрақты Ару қойып та үлгермеді. Бірақ одан кейін де, қай жерде жүрсе де, Жалғасты көзімен іздеуді шығарды. Жолығып қалармын. Осы қалада жүр деген бір үміті өшпей тұрды. Қаншама іздегенімен таба алған жоқ. Сосын күдерін үзген Ару жұмысымен алданып қайта жүре берді. Көп ұзамай оқуының да басталатын уақыты. Енді 3-ші курсты қашықтықтан емес, барып оқитын болды. Жұмыстан шығып, қайта оқуына барды. Барғаннан бірге оқитын группаласымен бірге тұрды. Күнде сабағына барып келіп жүретін. Уақытта зымырап өтіп, жаңа жылда келді. Бірақ бұл жылы Ару жаңа жылды үйінде емес, құрбыларымен өткізбекші. Қасында неше адам болса да, өзін жабырқаулы сезінді. Өйткені былтырғы жылы Жалғаспен сағаттап сөйлесіп, жаңа жыл кереметтей болып еді. Өзінің сезімін білдіріп, өмірдің мәні бардай сезілетін. Биылғы жыл тым-тырыс, ешқандай қызығы жоқтай көрінді. Қанша Жалғасты ойламайын десе де, жүрегі шіркін Жалғас деп тұрды. Солай уақыт өтіп, ақпан айының 20-сы да келіп жетті. Бұл күн Ару үшін ұмытылмастай күн. Өткені Жалғаспен сөйлескен соңғы күні. Күндікпен көңілі жабырқаулы жүрген Ару 1 жыл бұрынғыны ойлап отырды. Кенет ВКонтакте желісіне кіріп Жалғасқа хат жазды. Өзінің
әлі де сүйетіндігін жасыра алмады. Осы уақытқа дейін сағынғанын, көргісі келетінін, ішінде тұншығып жатқан барлық сезімін білдірді. Сезімге толы хатты оқығанда жалғас та шыдай алмады. Аруға жауап қайтарды. Кешкісін сымсетік арқылы сөйлесетін болып шешті. Кешкісін жалғас хабарласып, екеуі ұзақ сөйлесті. Ару көкейінде тұрған сұрақты қойып, ақыры жауабын алды. Осы уақытқа дейін неге жоқ болып кеткенін, барлығын сұрады. Хабарсыз кеткені, жалғастың анасы қарсы болған екен. Неге, не себепті екені белгісіз. Оны жалғастың өзі де білмейді. Тек арумен қарым-қатынасты үздегенге ұқсайды. Не керек екеуі ұзақ сөйлесті. Ішіндегі жатқан ешбір сыры қалмады. Барлығын ашық сөйлесіп, бір-бірін түсінгендей болды. Ақыры жалғас кешірім сұрап, хабарласатын болып тұтқаны қойды. Сол күні ару қуанып, өзара түсіністік, енді барлығы бұрынғыдай болады деп өзін сендірді. Алайда бұл жолы да жалғас тағы хабарласпады. Хабарын, қоңырауын күткен ару, күте хабарласпасын біліп, үмітін бір жола үзді. Ендігі хабарласпайтынына көзі жетті. Өмірін қайта жалғассыз жалғастыра берді. Көп ұзамай диплом алатын уақыты келіп, бір жапырақ қағазды қолына ұстаған күні ару ауылына қайтты. Ауылда көп болмай, 2021 жылдың қыркүйек айында ару қайтадан Астана қаласына жол тартты. Әсем қалаға барып, барлығын ұмытып, жұмысқа тұрып жаңа өмір бастағысы келді. Жұмыстың, пәтердің барлығын сымсетік арқылы тауып қойған. Ару Астана қаласына келіп орнығып, келесі күні ақ жұмысқа кірісіп кетті. Бірақ ауылдан шыққан ару орыс тіліне шорқақ, сонысының кесірі тиіп, алғашқы орналасқан жақсы жұмысынан айырылып қалды. Бірақ көп уақыт өтпей, зертханадан жұмыс тапты. Жұмыс уақыты таңғы 7-ден түскі 3-ге дейін. Сондықтан жалақысы да аз мөлшерде. Бірақ жұмыс тапқан ару бұл жұмысқа да қанағат тұтып жүре берді. Көп уақыт өтпей, Биго Лайф арқылы Ислам деген жігітпен танысты. Ол жігітсе арудың өскен қаласынан болып шықты. Уақытша Астанада құрылыста істеп жүрген. Екеуі бір қалада жүргендіктен жолығып, жақынырақ танысты. 2-3 кездескен соң, Ислам арудың өмірінде бір құпия барын сезді де, басты сұрақты қойды. Ару, сенің өміріңде қандай да бір өкінішің бар ма деп сұрады. Бұл сұрақ аруға ауыр болғанымен айтуды жөн көрді. Өйткені исламға сенім артуға болады деп ойлады. Өзінің басында не жағдай болғанын ешбір сырын бүкпей айтып берді. Мұқият тыңдап отырған ислам аруды жазғырмады. Тек бәрі жақсы болады, еш уайымдама деп сөз жәрдемін берді. Бірақ барлық сырды білсе де, ислам арудан бас тартпады. Сезімін білдіріп, ұнатып қалғанын айтып жүрді. Кейде қаржы жағынан қиналса, онысына да көмектесіп, өйткені ол уақытта ару кішкене қиналып жүрген. Ата-анасына салмақ салғысы келмей, кредитке телефон алған. Сол қарыздарын жабуға көмектесетін. Бір күні ислам арудың қиналып жүргенін көріп, бірге тұруға ұсыныс жасады. Екеуміз екі жақта пәтерге көп қаржы жұмсап жатырмыз. Екеуміз түбінде үйленеміз ғой. Сондықтан бірге тұрып қаржы үнемдейік. Саған қолымның ұшын тегізбеймін деп уәде берді. Ару исламның бұл ұсынысын ой елегінен өткіземін. Сосын хабарын айтармын деді. Бірақ хабар айтуға еш асықпады. 2 апта шамасында ару жалақысын алды. Алатыны аз ғана жалақы. Онысы не телефонының қарызына,
не үйдің пәтер ақысына жетпеді. Ақшаны қалай жеткізерін білмей, Исламға хабарласты. Ұсынысын қабыл алып, тек қол ұшын тигізбеуге уәдесін алды. Солай, Ислам мен Ару отбасылық жатақханаға орналасты. Екеуміз жас отбасымыз. Әзірге баламыз жоқ деп алдап кіріп алды. Басында барлығы жақсы еді. Ислам берген уәдесінде тұрып жүрді. Бірақ соңынан Аруды өз дегеніне көндірді. Қалай өздерінің жақындасып қойғанын білмеді. Екінші күні тағы қайталанды. Бірақ сол жағдайдан кейін Ару Исламға ренжіп, мені тек сол үшін ғана пайдаланып жүр екенсің. Уәдеңде тұрмадың деп қатты ашуланды. Ислам кешірім сұрап, енді қайталамаймын. Берген уәдемде тұрамын деп сөз берді. Солай екеуі түсінісіп, бір ай жақсы тұрды. Бірақ бір күні Ислам кішкене ішіп келіп, қайта уәдесін бұзып алды. Бұл уақытта Ару қатты ренжіп, Исламмен сөйлеспекші болды. Бірақ арты ұрысқа айналып, екеуі екі жаққа кетті. Ислам өзінің жолдастарымен бірге бөлек кетемін деп шықты. Осылай өзінің барлық киім-кешектерін жинап шықты да кетті. Ару өзі жалғыз қалды. 2-3 апта өткен соң Арудың жүрегі айный бастады. Еш тамаққа тәбеті болмай, жатып қалатын. Әлсіздік бойын билеп алған. Өзі медицина қызметкері болған соң, бірдеңе не болғанын біліп ақтыр. Бірақ күдігі сейілсін деп, жұмысынан аз мөлшерде жалақы алып, жекеменшік емханаға келді. Тексеріліп көріп еді, өзінің күдігі расталып, жүкті екеніне көзі жетті. Көп ойланбастан баланы алдырып тастауға шешім қабылдады. Бір жағынан әке шешесін ойлады. Аттарына кір келтірдім. Беттеріне қалай қараймын дейді. Сол оймен ғана жүрген Ару, бір апта өтер-өтпес, сол емханаға қайта барып, баланы алдырып тастады. Артынан кішкене ем қабылдап ауылына қайтып кетті. Арудың қайтып кеткенін білген Ислам көп ұзамай хабарласып, барлығын басынан бастағысы келетінін, әлі де ұнататынын жеткізді. Бірақ Ару өткен кезге қайта оралғысы келмеді. Исламға аяғы ауыр болғанын, баланы алдырып тастағанын, қиналғанын, бәрін түгелімен айтты. Енді екеумізді байланыстыратын ештеңе жоқ. Сондықтан өткенді ұмыт. Жаңа өмір бастаймын деп, Исламнан бас тартты. Қазір Ару өткенін еске алып, күрсініп алады. Бір ғана қателік, жаста болса, өмірінің біраз бөлігін құртқанына ренжулі. Исламды кездестіргеніне емес, қателік жасап, еш жазықсыз баланы алдырғанына өкінеді. Арудың жасы қазір 21 жаста. Ата-анасының қолында тұрып жатыр. Өз ауылына медбике болып жұмысқа тұрып алды. Алдағы өмірін ойласа, қорқыныш билейді. Не боларын, немен аяқталарын өзі де білмейді. Бір білері, өткен өмірі өзіне үлкен сабақ болғаны.